Әже бата бережеңіз. Құдай, бата. Бата десең шырағым, батамды берейін саған. Неден тары қайтайын шырағым, өркендерің өсіп, өрістерің кең болсын. Істеген ісің сәтті болсын. Алған жарың құтты болып, жақсы, тең серік болсын. Ел қатын қос өгіз дейді, бірі болып тұрсын. Айналайын, халықтың алдында, елдің алдында ақжүзді әбірлі бол. Мертебең биік болсын. Аңсаған арманыңа жет, мұратыңа жет. Құдайым өзің меціркесін. Не тілесең тілегің қабыл болсын. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын. Шырағым жаманшылық болмасын. Уәйім қайғы болмасын. Шырағым көргендерің жақсылық болсын. Әр уақытта осы жақсылыққа дастархан жайлы осындайда Құдай көңілдерің көтеріңкі болып, бала шағаның рахатын көріп, арқан қомақты өсіп. Өрен жараның өсіп оны шырағым. 24 күні соғысқа алыныпты. Енді керек 24 күні алыныпты соғысқа қатынасыпты. Сонымен соғыста болды. 42 жылғы шейін, 42 жылы, 41 жылы, бір жыл соғыстың ішінде болды. Саяси соғыста да сабақ береді. Жаңағы солдаттарға оқытады дейді ғой. Өз алдында өз бысмылдасын айтайыншы. Сөйтіп секретар болып жүргеннен кейін бұл 18 съезд болды. 36 жылы ма, 38 жылы. 18 съезд. Соған делегат болып барды. Делегат болып барғанда жаңағы ұстан сөз сөйлепті. Оның кейін кәлилім бұған еңбек қызыл ордын таққан. Соның 36 жыл екен, 38 екен ажыратамай отырмын. 36 болу керек түбінде. Енді анығын біле алмаймын. Сол 36, 37, 38. 37 жыл халық жауы көбейіп кетті де, оған еғыламай қалды. 36 жыл болу керек түбінде. Соның жоқ 38 жыл ма? 38 жылы. Жоқ 38 жыл екен, тура. Ана мен жаңадан ел келдіні көтерген едім соны, енді білдім. 38 жыл делегат болып барды Москваға. Делегат болып 18 съезд болды. 18 съездге делегат болып барды. Сөйірде жаңағы еңбек қызыл ту орнын тағады, кәлилен істерін сөз сөйлейді. Сол уақытта сөзінде ажалды қарға бүркітпен ойнайды деген, ойнап көрсін неміс депті. Мына бидай ұрақта елдің бәрі Қазақстан бидайын орып бұлай болады деп өзі план құрған екен, немістер. Жұмыс қалданып жатқан уақытта басып алып қаламыз деп. Сол уақытта істерін сөйледі дейді, жаң қамбар айтады да. Ажалды қарға бүркітпен ойнап көрсін деп сөйдеп айтыпты, деді қамбар, істерін деді. Сөйтіп, кәлилін жаңа орынды тақты деді, 18 съезге делегат болып, соныменен сосын аман-есен қайтты ауылға. Бірінші осы ауылына кетті, өз ауылына, туған жерімді, Қарабастауына. Кесе ел тозып кеткен дейді. Үй менен демінде кішкентай үйде екі семья, үш семья бір үйде дейді. Ана кәмпістен, халық жауы шықты 37 жылы. Сондайдан әбден тозып бітіп баған екен, дейді. Соныменен жаңағы ауыл тозып кетіпті, деді барды. Ауыл тозып кетті, кімнің кім екенін білмейді, қарамайды да. Мына Молдабектің баласы, мына қамбар орны апты, бүйтіпті деп білмейді да өлі, дейді. Айта берсең, дейді. Соныменен мына әбдірменен Әшірбайдың үйіне, екі үйіне қамбар бірсіпірін материал алып келген. Мейрам деген әкпек бар, соған костюмді қара барқыттан, оның кейін бір маталар әкепті. Сонсы мұна Әшірбай жаңадан Нұриланы алып келген, 37 жыл ма, 36 жыл білмеймін. Сол уақытта, оның кейін бұғанда бір 20 метр çıtalık береді.
Oramaz, anau mınau әккепті. Жаңадан үй болды ғой деп. Сонымен туысқандарына қарап, аралап, іштенке жаңа қарсы алып, мына баяғы Молдабектің баласы айналайын, мына оқыған екен деп айтпақ түгілі санасына да кірмейді дейді. Ағайындардың дейді. Әбден болғаны, тозып кеткен ба бір бәле дейді. Соның көктерік емес, Шұбартау. Шұбартауға соныменен арғы, ол уақытта мәкин жоқ. Шанаменен шығады, қыстың күні алдарынан. Шанамен шығып, қарсы алып, Райсбүлкен председателі шығып, екінші секретар бар еді, Ақынбетік деген. Ол бәрі алдынан шығып, қарсы алып, жаңа қамбарды сөйтіпті. Сонын Шұбартауға барғанымды солар қарсы алып, жаңадан құрылған аудан еді. Бір 5 үй ғана жаңадан біткен еді. Соныменен жаңа қамбарды сөйірді қарсы алыпты, шанаменен шығып алдынан. Өзіміздің ауылы оның батывасында білген жоқ деп барды ғой, өкмөлік бар дейді. Соныменен әйтеуір енді бала жақсы өсіп жатыр еді ғой. Өсіп жатып, солы 40-шы жылы Ленинград оқуға кетті ғой. Партишколға 2 жылдық. Сөйірден соның кейін барып, бұл бала сөйірден соғысқа кетті ғой. Партишколдан елді, ана орынды алып берді, 18 съезден. Жақсы болып берді. Көтеріліп беген. Сонда бұл мынау Тәшкенің өзінің несінде Оянидің несі екен, оқуында екен. Әйтеуір көп қой, вечераның несі. Сонымен жақсы көтеріліп жатқан уақытта тағы қазақша, орысша кем білеміз, орысша оқимыз, оқуға барым деп Ленинградқа оқуға кетті да, содан ары қарай соғыс болып кетті. Соғыс қалынып кетті ғой. Оқтан қайтып оралып келемей қалды. Келем деген уақытта соғыс шықты. 24 күн үйде болам деген күні соғыстың өзіне кірісіп кетіпті. Болды, солай. Сөйтіп қат жазады. Нақандарына өз жазады. Жеңге, өзіңіздің қолыңыздан жазбадыңыз ба деп жазады. Мен жылап қалдым. Айналайын-ау, менің қолымды да сағынған ғой деп, қисық-қисық қып жазып бергенім деген. Сөйткенбіз шырағым, кейін отырдық қой әйтеуір. Бәрі де өтіп кетті ғой, енді оның бәрі жазыла берсе, не ғой, сығдамаймыз ғой. Жақсы бала еді, өте ақылды. Ақылды өзі, ақырен отырып шешетін еді. Жақсы бала еді. Төртпей отырған жерде үстіне кірмейді, арақ ішіп жатқан жерге. Төртекең отыр. Мен отырғансаң қысылып неғып қалады деп, әңгімені айтамай қалады. Ал қамбар отырған жерде төртпей кірмейтін. Емін-еркін сөйлеп отырсын. Деп ана бірін-бір сыйлағаны ғой. Солай еді. Жақсы бала еді, жақсы жігіт еді. Амал жоқ. Соны естірткен уақытта менің бірақ өзім бармын. Жаңағы. Мына Шу ауданының Көктерек ауданына ауысқанбыз. Сөйірге келген біз өзіміз үйіміз бөлек. Біздің ояқтағы жүгімізді алып кетті. Менің баяғы көк сандығым бар, 36 жыл істеткен. Сол көк сандық сол уақытта қойып кеткен недегі Шұбартаудағы көк сандықтан бала көшкен уақытта бәрін алып кетті. Бұяқ ауысқанда. Кегісін өзіміздің тірлігімізді өзіміз үй болып кеттік. Шай құйын ба жа? Жоқ, ішпеймін. Сонда айтығын шырағым. Жақсы дегенің өзі бір не болады ғой, айналайын, Құдай енді абырой берсін, Құдай жақсылыққа жеткізсін. Енді өмірді балаларға берсін, ақыл парасат берсін,
Atamanın her vaqt қолдасын. Ar жағын biz енді көбін білмейміз ғой енді, çalap бұла білгенімізді айтып отырмыз ғой енді. Ағайынгершілік қандай еді әже о кезде? Ағайынгершілік қандай еді? Мына бауырмашылық мықты ма еді араларында? Ағайынгершілігінде өздері айту естерінше мен неға жақсытығын. Мен бір адам, өзім бір адамның сөз естіген жоқпын айналайын. Bir нәрсе білмеймін де. Сондай жақсы сыйлап өтті. Міне әлі күнге шейін сол көкірегімде тұрады. Менің келіндерім де, абысындарым да, аталарым да, ана қайындарым да. Енді мықты тұрамыз ғой, жақсы ғой. Адамгершіліктері олардың енді. Мен осы берді ұмыттым қарағым. Әйтпесе мен ұмытпайтым оларды. Жақсылықтарын. Көкірегімде жеп қойшы осы күнде қалдыдым, ұмыттым. Шынымды айтсам. Ұмытпаймын, анда-санда есіме қалып, Құран оқығанымда аттарын атап қоям. Не алайын деп. Мәлік деген бала да бір қыздай бала еді. Ол Германия, ең алғаш Финляндияның соғысында болды. Мәлік. Оның кейін Германияға кетті. Германиядан келгесін ауылға келтірмей басып өтіп Жапонияға барды. Мына өзара қасанда. Өрде біраз соғысты да, аман-есен келді. Аман-есен келгеннен кейін жаңағы садық туды. Артынан орынғызғы 2 қабатында жаңағы бала тракторге бір орысқа семендес болып неған екен. Соны шаршаған ба, трактор жүретін жолға көлдің сұйықтай жата сапты ғой. Сұйықтап қалған ұқсайды. Сол кезде басып кетіпті аяғынан. Сөйтіп сол бала сол қайтыс болып кеткен. Бәрінен аман келіп, енді ауылға келгенде жаңағы бала тракторден сол неғып кетті. Оны кейін неған жоқ, енді ода қастық қалған жоқ деп, ажал Құдайдан деп, сотқа беріп әуре оған жоқ. Кешірім қылды атамдар. Қамбар көкем Созақтың соғысында болып деп еді ғой бабам? Қамбар көкемді Созақтың соғысында. Ана Тамада. Созақтың соғысында болыпты. Мына өзіміздің Тамада. Неде? Тамаларда мына жүрді. Сол уақытта жаңағы ұрып жығып тастап кетіпті. Ұрып жығып тастап кетсе, өліп қалды деп тастап кеткен екен. Сөйтіп, ол бәріне еған уақытта бала жан кіріпті. Созақтың соғысында. Өзіміздің солдаттар кеп қапты. Сөйтіп барып, солдаттар кеп, сол неғаны кейін, Молдабек қой деп айқайлап, неғып, сонда көзім бір ашыпты. Содан былай қарай, баланы тәуір болып, іштенген есі жоқ, атқартып, Қызылордаға апарыпты. Больницада жатыпты. Оның больницада жатып тәуір болыпты. Ол кезде бір өзінің уәдағы жүрген қызы бар екен. Ана солдат неғымай тұрғанда. Сол уақытта жаңағы қыз тамақ алып барып, кіргізіп, сөйтті, артында айтушы еді. Сол бейшараның көз жасына қалдым-ау деп күлетұғын. Сол кейін адам болып, сонда солдаттар барып, фамилиясынан барып, біліп неғыпты ғой. Молдабек қой деп. Қызылордаға артып барыпты. Қызылорданың больницасынан тәуір болыпты. Енді көп қой бұлардың несі айтты, ол бейшаралардың. Сөйтіп күлетін. Қыздың аты бар еді, ол есімен шығып қалды. Сол бейшараны мен алмай тастап кеттім бекерге. Соныңда көз жасыма деп кейін айтып жүреді ғой. Больницада жатқанында анау-мынау кіргізіп тұрып еді деп. Мүмкін.
Sozakta so tamalar bilem ғой өзіміздің. Tama ғой tama. Soдар ғой soğuk saçlar. Sozak көтеріліс ма баяғы? Ya ya. Al. Әже анау 38 жылдары атты ғой барлығын халық жау деп. Сол кездер жайлы айтып беріңізші, сол кездерде болдыңыздар ғой сіздер? Оның енді онша мұншасын білмеймін ғой көкем ол. Жақсақ неғып жатқан уақытта енді бұрынғы анау Алаш деген не болған ғой тағы ұзын болған ғой. Сол Алаш орда деп Алаштың атын ататпай, біздер Алаштың азаматымыз, Алаштың баласымыз ғой деген сөз ауыздан шықпай қалған. Бәрін жауып тастаған. Сол кездерде болған ғой. Жандосов Ораз болды. Сол уақытта қызметте. Онан кейін Мырзаян деген әрмен болған. Ол әрменде де кейін қазақтың ауылына барып, қазаққа барып, жаңағы мал шаруашылығын көріп, мал шаруашылығымен өсе жақсы болып кетеді, өлмейді деп неған. Сосын анау аш отырғандарға қой берген, бір тоқты, екі тоқты. Екіге бір сиыр сауын берген, дейді Мырзаянды. Содан барып ұсталып ода атылып кетті. Әне. Еліне жетті. Осы Мырзаянның әйелі. Аны кейін мынау кім? Мұғалым Байғабылов. Сарының баласы. Қазис Байғабылов деген жақсы мұғалым шыққан, бірінші мұғалым. Бұларды ұсталып кеткен ғой. Соғысқа кеткен ба? Мен кейін соның әйелін көріп таңғалып қалдым ғой. Тозып кеткен. Біздің әулеттен ешкім не алған жоқ па жа? Біздің әулеттен ешкімді алып тастаған жоқ па? Ондай болмады ма? Жоқ. Жоқ. Аман есен. Аман есен бұлар. Ештеңке не алған жоқ. Аман есен. Өздері. Өзімен өзі деған қойды. О кімнен естідің? Бұрын ауылға Қажымұқан келгенде келген біздің ауылға? Әже білем? Атаңның нағашысы. Сол жайлы айтыңызшы әже. Қажымұқан батыр бар ғой, Қажымұқан палуан. Палуан. Қажымұқан батыр. Соны айтып беріңізші. 42-ші жылы соғыс уақытта мына Көктөрік ауданына келді. Сөйірді болды. Соның кейін ол кісі бізді жиелім деп астапыралла өлгіде мен өшіріп көшіп бөгінен кейін бір қой, бір ешкі алып колхоздың Маскаметке ет өткізетіндермен бірге кетті. Сол кісі іздеп келді. Жиенім еді деп. Соның кейін мен атам үйінде едім, күнтуде едім. Бірақ атам үйіне қыдырып келдім, ақан атам үйіне. Сөргі артынан кетті, бір қой бір ешкі алып, Қажымұқан палуан. Соның менде сол уақытта Мылтықбай күшетші көкен. Неде? Пермеде. Сонысын, о кісі, оның жайын біліп, енді сен неғымай-ақ қойғын деді, қиналмай-ақ қой деді, ақан атама. Мен мынау қанша деген тиенім деді, Төртбайдың
Ekbesi dedi. Sultanın kızı dedi. Al endi kançaga barayık dedi. Söйтüp kar jogap kalgan edik kişkene. Oy Allah Allah. Sonra menen şu Kançapanın uyuna bardık. Men so yerde bala şagam var. Söйtsem Kançapam mamırga. Ana arkanga gitti, palvan kemikti oturganda eştenke dayındık jok. Oy, soyakta bolady goy dep kaldım. Oy. Ay, mamrav. Bir itek kesingçi dedi. Maskemi ettim. Sonun köyün turup men neğmadım. Onun köyün ayttım, burun keri jürmedi, aradaşıp bedingizder dedim, yok dedi. Onda dedim, bana bir koy bir eşki alıp ketdi dedim. Sonun ana eşkisini siz sağın kılыңыз dedim. Ana bir toqtuңuz soyuңuz dedim. Akırı izdek beldi bu kişi dedim. Biz yaman bolsak aytör төлөймүз dedim. Sondan toqtunu soydu, Hacım kan soyuluğa barıp konup jatır. Sonun toqtunu soyup atamak var, жаңа akan atamak var. Ol atam otur. Ayaktan Oralbay çakırdı. Küntü özümüz, nağaşımız. O da. Oh, Xudayga tövbe da. Ondan keyin жаңа apaydın özüne kiyimlerge istep tamakты asıp жаңа сол біздің Қажымқан палуанды күтті. Сөйтіп ол кісі ертесі қайтты. Сол уақытта бір тарылып қалған жерім боқпал. Жаңағы жеп болсын, анау күнтуның өзіміз қазақтың заңы ғой. Әрқайсысын илеген болса, Рәпия құдағиым, тойған құдағи ұстап отыр. Тойған құдағи сол не қылды? Алып кетті. Сол апайға ашуландым. Апай дедім. Bir жағымын балаларыма қалсын демедім дедім. Жарт етін асқытқан, жарт етін қалған. Мына балаларым жеп тұрсын демедім. Ауық. Мен күнту үшін сойған жоғыдым ғой, апай дедім. Біздің ауылдың заңы құрсын, сондай ғой. Бұлар сөйтеді ғой, деді қойды. Сонымен қоя салдық. Соны тарлық қылдым. Сонымен әйтеуір аман-есен паруанды аттандырдық. Аттандырғанда ол кісі ол үйден аттанған жоқ. Жаңағы менің үйіме келді ғой. Менің үйіме келіп, соның ауданның қызметкерлері нелерге о кісігеден әңгіме сұрап күні түні отырады ғой. Ауылдың нелері бар, әктіктері бар. Соның кейін жаңағы көп онша ол кісіні неғымады, қарамады. Қажымқан палуанға 4 күн жатты. 4 күн соны жиенім деп жаңағы сөйдегі төкіріктегілер бізге келіп әйтеуір әнекет тумаған әйелдерде тәу өтіп, етегіне салып, баласынан тәу өтіп, әйтеуір баласын беріп, сөйтіп әйелдер әйтеуір ымсырым істеп жатты. Сонда сол түлкіма бір нәрсе әйтеуір сондай әккеп алып кетіп, беріп кетеді. Сонымен 4 күнде Қажымқан ешкім келіп сәлемдескен жоқ. Мынау Раушанның ағасы бар, Сәмет деген. Сәмет. Міне колхоз бастық болып тұр ол. Сонда келіп сәлем де бермейді. Қарамапты да. Ана Мылтықбай үкшөтшіп бір жарты қойдың етін әкеп берді. Соныменен аужалы алып отып, қонақ күтіп жатырмыз. Сонымен 4 күн жатып, соның кейін кетер кезде ол кісі бір арбағы бәйтеуір жаңа нені алып, қасқырдың терісі дейді, түлкінің терісі дейді, ел тері дейді, ақшасы болмақ ұсын, сондайларды әкке бәйтеуір, не ғанан, ауылдың әшейін адамдары да, ана бастық қарамайды, Сәмет. Кімнің? Раушанның ағасы, колхоз бастық. Сонымен соның кейін бұл кісі аттанар кезде нарза болыпты. Бір адам кемеді, бір адам бүйтпеді, өзімнің жиенім ақ сүйрелеп жүрді деп. Моншаға салып әйтеу төртпей неғып жүрген. Соныменен соң кетерімді көресіңдер әлі депті да.
теріс бата деген сияқты бір батақты да кетіпті ғой, аттаныпты ғой, әлі көресіңдер деп. Сол уақытта Қажымхан кеткеннен кейін колхоздың қойы қырылыпты. Күлген. Бірақ қора қой қапты. Соны әкеп, жаңа мына атажар Қайбатаға әкеп түнетіп, малғұдай қылып, әупірмен бір қора қой қалды дейді ғой. Сол уақытта Қажымханның нарзасы болды дейді. Мылтықбай соны көчік деп айтып отырмын ғой сол кезде. Соныменен Қажымханның кейінді келіп батасын не ғана әйтеуір анау мынау сонымен ол кісі неғымай кеткен. Бір қора қойдан сол бір қора қой қапты әйтеуір перменің. Сол біраз қырылып қапты. Қайбатаға әкеп түнетіп, не қыпты әйтеуір бұғып жатып, сол бір қора қойын алып қапты ғой. Төртбай атаны іздеп келген ғой сонда Қажымхан, ә? Төртбай атаны іздеп келген ғой, жаңа Қажымхан палуан. Төртбай атаны іздеп келді ма сонда ауылға? Төртбай бар ғой. Сонда Төртбай Моншаға апарады да, Қажекеңді, Қажымұратты. Соны Сыпыртқа апарам дейді. Соның кейін жаңаға Сыпыртқымен ұрғызады екен, денесінің бәрін. Сол уақытта ұр жүйен деп айтады дейді. Әр ұрғанды өзім терлеп тепсіп шаршап кетем дейді. Жаңағының шыдап отырады дейді. Соның кейін ана ал ұр жүйен дейді. Қанша ұрып жатсам ұр жүйен деп айтады дейді. Содан жаңа 4 күннің ішінде Төртбай ғой белсеніп неғып жүрген. Туған жиені болып. Жаңа ала көзденіп сол анау Төртбайдың әшейін шару үйге түсті деп сөйтіптіміш деп айтады әйтеуір, білмеймін. Ол кісі өзі ықылас түсіп әйтеуір. Мені көшіріп кететін боқ қалды. Палуан ба? Иә, кісеніне неғымасын көшіріп алып кетем деп. Сөйтті да отырып, мен енді бұлайда келмеймін деп. Бұлай көкөгай деп. Мен көкөгайды көп жолауызда шықпаймын деп. Көкөгайында шықпаймын деп. Әйтпесе өзім жаққа көшіріп кетем, шілікке дейді. Түркістаным. Сөйтіп кеткен. Сонымен Қажымханда кейін оның оғысын тағы палуандығы мынау неден өзіміздің Түркиядан жеңіліп қалған екен. Мұсылманбыз деп. Мынау үстін майдабаған екен дейді. Жаңа түріктер, Түркиянікі. Майлап, пістемаймен, немен майлап, ұстатпайды дейді, тыпылдап қолы. Сонымен ол кісінің қолы жуан, мынандай бір саусағы. Ешкімге келмейді. Сонымен тылпылдап неғылатса сөйірді, сол мұсылман деп жүріп, сол Түркияда кішкене жеңіліп қапты. Соған сатылып кетті, жеңілді деп, жаңа Қажымханды кейін басық қойған. Басық қойып, атағын шығармай, сөйтіп күреске де. Оның кейін өзінің, оның кісінің де мұғалым бар ғой өзінің, анау кітапта айтылады ғой. Сол келіп қайтадан не қылып, қайтадан күреске қайтадан дайындаған. Сол қайтадан дайындағаннан кейін бұл кісі қайтадан соғысқа, күреске шыққан. Сол уақытта мынау Жапонияның палуанымен күресіпті. Жапонияның палуанымен күресті дейді. Ол деген енді құлақты жұлып алған, ерінді жұлып алған. Мына Жапонияның палуанның қолының жұлып алған екен. Әйтпесе бұрын не ғой. Соның кейін енді әруақ құдай жар болды ғой дейді. Осы әруақ деп, әруақ дегенімде үстінгерін қолым әлінде дейді. Сонымен үстінгерінен ажырамадым. Сол ажырамаған бойынша әруақты айқайлап барып, мына ерінен сыпырғанан сыпырып, арқасынан сыпырып, мына бас терісімен бәрі сыпырлатты, арқадан түсіпті ғой. Сол уақытта Жапонияның
palvan ölüp ketipti. Tuh. Бұл өлгенге құн төлемейді екен. Ондайда өлгенге. Соныменен сосын бұл кісінің атағы қайтадан шығыпты. Құлағы чұнақ, еріне жырғық. Сонан кейін сол Жапонияның палуаннан барып көтеріліп бұл кісінің даңқы шыққан. Әне. Айтып отырғанда қызық қой кісілердің айтқан. Отырады. Сөрде бір сыбырлап, бұлай деп отырса біліп қояды. Жарықтық. Үлкен бе да, әже? Үлкен бе, денеліксі ме да? Денелі, дәу ғой. Дәу. Еті жеңді, осы бір нелері бар еді ғой, ескерткіштері. Өзіміздің кейін осы стадионда бір жерде қыстырыпты ғой. Стадионға қойған. Стадионда бар, стадионда. Содан кейін бір басылып қалған еді. Кейін бір келе жатсам, жаңа кісінің несі тұр. Май әкем тірілгендей қуандым. Бай, мына Қажымхан палуан ата ғой деп. Осы кейін көзім болмай қалсам көрмей қалдым. Сөйтіп әйтеуір Құдай өзі өсіркеді ма? Міне қазір жүріп жатырмын ғой шырағым. Осы балалардың әйтеуір кейт айтам, жаңа аталардың бәрін атап бердім ғой. Осы ата-бабамның атын атап берсін. Мына кейінгі балалар білмейді ғой деп тастап жүр ма? Соншама мен неменеге деп қоям, тағы да тоба. Менің дағдырым Алланың қолында ғой. Бір Алла өзі біледі ғой. Мен асыққанмен Алланың асықпайды. Бала шағам аман болсын. Артымда осы балаларым әйтеуір өсіп өніп, бір олды ел болып, осы балаларымның дағын тартпайын, өйімін жемейін, қайғы қасірет болмасын, алдында иманымды берсін. Иманымды кәбілет, екі дүниемді мамырет, осы шырақтарым алдында көрден төрелі Алла деймін сол. Өсіңгі айтатыным Алла, бала шағам алдында иманымды бер. Иман кедейғыма, иманымнан ажыратпа, кәлимамды айтқызып, ақылымнан адастырма. Дейм, бәлені адаспаймыз ол, ұмытып қалып отырамыз ол. Сондай шырағым. Құдай өмір берсін. Тағы кімдерді көрдіңіз әже? Үлкендерден сондай Қажымхан, палуан сияқты тағы да атақты адамдарды көрдіңіз ба? Тағы да? Енді біз онда көп бара білмейміз ғой енді. Жұмысымыз болмақ осы оншама. Ана кісінің өзі бір енді арнап кеп қалған кісі болды да бізге. Өзі арнап келді ғой. Жиенім деп. Оның кейін ол кісілер, оның кейін бізбенен жүзі анау енелерімізде сәлем сауқасын беріп жіберіп тұратын болып қалды ғой. Жақын нағашы екен Төртбайдың. Орынбай ма? Ұста кісі бар екен. Оңғар деген кісі. Күн ұстайды екен. Сол білезік беріп жібереді. Мына бір шамбы дейме бір нәрселер беріп жібереді. Сондай майда шүйде сәлем сауқамыз араласып тұрды. Ой, шырағым ай. Құдайға шүкір.